Каспи Pay арқылы рубль шотын қалай ашуға болады? Бірінші біз Каспи Payға кіреміз. Мына жерде мой банк деген бар, сол жерде соның астында мои счета деген бар, соны басамыз. Сосын мына жерде менде теңгеден счет тұр. Мына жерде открыть новый счет деген басамыз. Валюта счета, яғни бұл жерде теңге, доллар, евро, рубль деген бар. Біз рубльден ашатын боламыз. Енді открыть счет деген басамыз. Ваш счет открыт, KZ 4330 деп жазылып тұр. Перейти в мой банк. Не. Рубль шоты ашылды. Ал оның реквизиттерін қалай аламыз қазір? Сол туралы қазір түсіндіретін болам. Рубль шотты басамыз. Үстінен инфо дегенді басамыз. Реквизиты счета. Мына жерде менің бүкіл ақпаратым тұр. Компания ИП Кубенов, менің өзімнің жеке адресім, яғни мекен-жайым, БИН, банк, ИК, КБЕ деген БИК, барлық бүкіл ақпараттар бар. Осыны біз Wildberries'ге қазір енгізетін боламыз. Қазір біз Каспидан ашылған рубль шотын өзіміздің кабинетке тіркейтін боламыз. Ол үшін бірінші мына жерде оң жақта бұрышта ИП Кубенов деген басамыз. Сіздерде басқаша болуы мүмкін ИП-ларыңыз. Сосын мына жерде настройки дегенді басамыз. Мен алдында тіркеліп тұрғанмен де ИП бойынша жаңа счеттар. Қазір біз қайтадан өзім басқа счетты тіркейтін болам. Сіздерде мына жерде пустой болуы мүмкін. Егерде пустой болмаса, егерде счеттарыңыз өзгерткілеріңіз келсе, астында редактировать данные продавца деген бар. Мына жерде расчетный счет, яғни өзіміздің бағанағы ашқан KZ деп басталатын счетты осы жерге тереміз, мына жерге қоямыз. БИК, егерде сіздердің өздеріңіздің Каспидан ашылған болса, рубль шоты Касп KZ КА деген бар. Осыны тереміз. Мына жерде краткое наименование ИП, ИП полное наименование ИП Кубенов деп жазылып тұр. ИП без НДС, юридический адрес өзіміздің офисты жазып қойдық. БИК транзитного банка, осыны жазамыз. Название магазина, яғни сіздерде толып тұру мүмкін, айтпақшы, мына жерде барлығы өзіме өзі. Название магазина, яғни өздеріңіздің дүкендеріңіздің аттарын осы жерге жазып қоямыз. Мына жерде редактировать БИН болмайды екен. Сохранить деп басамыз. Данные успешно сохранены деп шығып тұр. Осымен шот тіркеу сабағы аяқталды. Жалпы келесі сабақ бізде қалай офертаны дұрыс толтырамыз, және де карточканы қалай қосамыз, дұрыс толтыру және де сертификат жайлы көптеген әңгімелер, сабақтар болады. Менің каналыма жазыла кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, мүмкін білмей жүрген адамдар болатын болса. Барынша сіздерге осы каналымда пайдалы ақпарат беруге тырысатын боламын. Яғни жалғыз Wildberries емес, Каспи болсын, Facebook болсын, Google болсын, Яндекс болсын, яғни Яндекс Директ жайлы ақпараттар беріп отырамын.